Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің қолдауымен технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік ұсынады. Идеяның шарықтауы құстың ауада қалықтағандай мүмкін нәрсе. Ричард Бах. Қазақ мақта шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының тарихы сонау 1927 жылдан басталады. Бастапқыда суару тәжірибе станциясы болып құрылған мекеме қазір мақта шаруашылығы және көпжылдық өсімдіктер бойынша ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Институттың бас кеңсесі Мақтаарал өңірі, Оңтүстік Қазақстан облысы, Мақтаарал ауданы, Атакент қалашығында орналасқан. КСРО мақта шаруашылығының өркендеп дамуына сай атауы мен статусы да мың құбылған институт 1997 жылы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіне қарасты ұлттық академиялық аграрлық зерттеулер орталығының құрамына қараған. 2002 жылы ауыл шаруашылығы министрлігінің иелігіне өтеді. Ал 2008 жылдан Қазақ мақта шаруашылығы ғылыми зерттеу институты. Мақтаарал білім тарату орталығында қазіргі жағдайда 1250-ден астам шаруа диқандар дәріс алып отыр. Бұларды қандай мамандықтар бойынша, қандай бағыттар бойынша жүргізіледі айтып өтейін. Бұл жерде бұл су тапшылық жағдайында, жер асты жақын, топырақ құнары төмен жағдайда бұл білім тарату орталығының үлес салмағы өте жоғары болады. Институттың коллекция және интродукция, мақта талшығы технологиясы, мақта, бақша және көп жылдық шөптер тұқымдануы, жаңа сорттарды көбейтіп, сынақтан өткізу зертханалары бар. Сонымен қатар мақта сорттары селекциясы, топырақты жақсарту және суармалы егіншілік, тұқым шаруашылығы, ғылыми жетістіктерді өндіріске енгізу, инновациялық технологиялар және мақта шаруашылығын әртараптандыру бөлімшелері жұмыс істеп тұр. Ал Мақтаарал білім тарату орталығы 2010 жылы ашылған. Бұл Мақтаарал білім тарату орталығы 2010 жылы ауыл шаруашылығы бәсекесін арттыру аясында осы өңірдің топырақ құнарлығын арттыру және мақта өнімін арттыру бойынша ашылып отыр. Заман талабына сай міндет жүктеген орталықта ауыспалы егін шаруашылығы. Оны қалай жүргізу керек? Қысқа танапты ауыспалы егіншіліктің тиімділігі, ауыл шаруашылық дақылдарын зиянкестерден қорғау жолдары сынды тақырыптар төңірегінде маусымдық семинарлар өткізіледі. Екінші жағдайда су тапшылығы өте аз жағдайда біздер суды қалай үнемдеп мақта егістігіне береміз. Одан басқа егіншілік саласын әртараптандыру бойынша бақша дақылдарына суды қалай үнемдеу керек, солардың тиімділігін айтып өтеміз. Семинар тыңдаушыларына осынан дәріс алған туралы сертификат беріледі. Ал оқытушылар құрамы Қазақстандағы барлық жоғары агросала мекемелерінің ғылыми қызметкерлерінен, дәрежелі ғалымдар мен шетелдік мамандардан жасақталған. Сонымен қатар Қытай, Пәкістан, Үндістан, ақш, Бразилия, Өзбекстан, Түркия, Малайзия, Африка, Германия, Франция, Польша, Ресей, Аргентина мемлекеттерінде өтіп тұратын халықаралық симпозиумдар мен конференцияларға белсене қатысып жүрген институттың өз мамандары да дәріс оқиды. Негізі бір семинарда 10 адам келеді деп ол жоспарлаған негізі. Бірақ одан көп келіп жатыр. Қазіргі таңда мысалы 2010 жылы 10 семинар өтетін болса, 400 адамдай сабақ алды. Ал биылдың өзінде 10 семинардың 9-ы өтіліп, соның қазір 500-ден астам шаруа дәріс алды. Бізде жоғары жылдары зерттеулер жүргізілген, олар мақтаны дөңестерге егу технологиясы, сондай-ақ мақтаны өңдеу технологиясы, осы бағыттар бойынша зерттеу жұмыстары жүргізілген. Жылғы жылдың өзінде институттың қабырғасында 15-тен артық кітап, ұсыныс, нұсқамалар шығарылған, сондай-ақ 60-тан артық ғылыми мақалалар шығарылған. Ал осы күнде институт 3 үлкен жобаға күш жұмылдырып отыр. Сөйтіп, 3-ші, 5-ші типті талшықты мақта сорттарын шығару, фито дақылдарды ендіру және органикалық тыңайтқыштарды қолданудың тың тәжірибесін жүзеге асырмақ. Жалпы институтта 4 үлкен бөлім және соған қатысты лабораториялар жұмыс жасайды. Ағымдағы жылы жоғары аталған жұмыстармен қатар
сонымен қатар жоғары жылдардағы зерттеулер бойынша топырақты терең қопсу іс-шарасы жасап шығарылды. Өзге де зерттеу жұмыстарымен қатар топырақтың тығыздығы да осы зертханада анықталады. Ол үшін мақта егілетін немесе өзге дәнді дақылдар өсірілетін алқаптан топырақтың қиындысы алынады. Мәселен, мынау ескі әдіспен өңделген, ал мынау терең қопсу арқылы өңделген жердің топырағы. Алдымен екеуінің салмағы өлшеніп, түрлі сынамалар алынады. Нәтижесінде терең қопсу арқылы өңделген жердің топырағы әрі жеңіл, әрі құнарлы екені анықталды. Қаражат алуға болады осы технологияның арқасында. Жалпы мақта егісі бойынша, оңтүстік Қазақстан бойынша. Бұл туралы сәл кейінірек. Әуелі атаулы технологияға дейінгі мақта шаруашылығындағы машақат туралы бірер сөз. Бұрын мақтаның бойы биік болғанмен өнімі аз еді. Өйткені жер жырту технологиясы атам заманнан бері өзгермепті. Яғни соқаның тісі 30-35 сантиметрден тереңге бойламайтында. Беті ғана қопсытылған алқаптың төменгі табаны тоң болып жата беретін. 30 сантиметрге айтып келе жатыр. Оның ар жағында мынау қазір 15-20 жыл айдалған себебінен жерде карбонат гипсті слой деген бар. Солардың тығыздық салмағы көбейіп кеткен. Былайша айтқанда топырақтың көлемдік салмағы ауырлаған. Соның кесірінен мақтаның тамыры терең тартпайды. Тиісінше мақта қозасын баптау кезінде құйылған минералды тыңайтқыштар өсімдіктің сабағына ғана дарып, бойы сорай өскенмен өнімді аз беретіні содан болса керек. Біз сол үшін өнімге отыру үшін және оның бойын биік болу үшін мақтаның толық өзінің физиологиялық даму режиміне түсу үшін біздер жаңдегі топырақты терең қопсытуға бет бұрдық. И сол технологияны біз таптық. Терең қопсыту технологиясының негізінде топырақтың төменгі қабатына соқа тиді. Сөйтіп, мақтаның тамыры терең тартып, минералды элементтерге еркін бойлайтын болды. Бұл сипат әсіресе өсімдіктің шанақтау мезгілі шілде-тамыз айларында анық аңғарылса керек. Осы арадан келіп, топырақты терең қопсыту технологиясының бірінші пайдасы анықталып отыр. Айталық, күзде қопсытылған жер ескі тәртіп бойынша көктемде шыт жаңа қайта жыртылатын. Ал жаңа технология негізінде алқап көктемгі егіске күзден ақ дайын тұратын болды. Өте үлкен өзгеріс болды. Енді мақтаны ескі технологиямен салыстырған кезде біздердікі қазір 10 центнер, 15 центнерге дейін мақтаны артып өнім алынып жатыр. Артып. Ол бір. Екіншіден, топырақтың аэрациялық жағдайы, агрофизикалық қасиеттері жақсарды. Тәжірибе көлемінде 2 гектар жерден бастады өткен жыл. Бұрын мысалы 2 гектар жерден 30 центнерден бір 6 тоннадай, 35 центнерден 6 тоннадай өнім алатын болсақ, а биыл 7-8 тоннадай өнім шығайын деп тұр. Ол көзге көрініп тұр. Сол 2 гектар жер жанындағы жерлерге қарағанда ерекше де көрініп тұр. Жаңа сол терең қопсытуның нәтижесінде. Бұны топырақты терең қопсыту технологиясының екінші пайдасы деп қойыңыз. Ал үшінші пайдасы соқаның 60 сантиметрлік тісі топырақты қопсытумен қатар жылжып кетеді. Сөйтіп топырақтың су сіңіру мүмкіндігі артып, физикалық химиялық құрамы жақсарады. Ал соқаның соңындағы тісті каток қопсыған топырақ кесектерін майдалай жаймалап отырады. Қазақ мақта шаруашылығы ғылыми зерттеу институты жүзеге асырған рационализаторлық идеяның 5-ші пайдасы өнім сапасына оң әсер етуі. Соның арқасында бұрынғы сортқа қарағанда бұл жолғы мақта талшықтары сүттей ақ, мамықтай жұмсақ, кендірдей берік екені бір қарағаннан ақ аңғарылар еді. Институт бәйгеге қосып отырған рационализаторлық жоба топырақты терең қопсыту технологиясының ең басты пайдасы әрине экономикалық тиімділігі. Айталық, ескі технология бойынша 1 гектар жерді жыртуға 10-11 мың теңге жұмсалатын. Қазір бұл сома 3 мың теңгеге дейін қысартылған. Мұның сыртында көктемгі егістіктің әр гектарына кететін 4 мың теңге. Қазір қалтада қалады. Демек, топырақты терең қопсыту технологиясына иек артқан шаруа алқаптың әр гектарынан бұрынғыға қарағанда бақандай 11 мың теңге үнемдейді деген сөз. Жерді жаңа әдіспен өңдеудің, яғни терең қопсытудың экономикалық тиімділігі де жоғары. Мәселен, жанар-жағармай 60%-ға үнемделіп, еңбек өнімділігі 40%-ға артқан, ал мақта өнімділігі 30%-ға өскен.